Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян, менің YouTube каналымда жүздесіп отырмыз. Мен сіздерге бүгін атақты америкалық жазушы Кен Кезидің «Көкектің ұясы» кітабы туралы айтып бермекшімін. Бұл кітап қазақша аудармасында менің қолыма түсті. Осыған дейін фильмін көрмеген екенмін. Бұл кітаптың негізі желісінде атақты фильм түсірілген. Кітап өзі 1962 жылы жарық көрген, және жарық көре сала жазушыға үлкен атақ-даңқ әкелген кітап. Өйткені мұнда негізгі оқиғаның желісі бұл психиатриялық ауруханада өтеді. Біздің тілімен қазақша айтсақ жындыхана. Міне сондағы МакМерфи деген бір кейіпкердің түгелдей жүйеге қарсылығы, сол әлемге қарсылығы, немесе бір сол аурухана қызметкерлеріне қарсылығы өте әдемі шебер баяндалады. Және кітапты оқып отырып, сен түсінбейсің, негізінде мына МакМерфи жынды ма, әлде мына психиатриялық аурухананың қызметкерлері жынды ма, тіпті кейде айыра алмай қалатын сәттер болады. Міне ақырында сол кейіпкер артынан талай адамды ертіп, жүйеге қарсы үлкен күрес жүргізеді. Кітапты оқып отырып, бір күйінесің, бір жылайсың, бір суынасың деген секілді өте бір керемет әсерде боласыздар. Әсіресе осындай ауруханадағы оқиғаларды, немесе бір психиатриялық ауруға шалдыққандар туралы біз үшін бір тылсымдау дүние ғой, сол бағытта оқығысы келетіндер үшін бұл таптырмас туынды деп ойлаймын. Өйткені мұнда тек қана ол ғана емес, мұнда бір жақсылық пен жамандықтың жарысы, немесе бір адалдық пен аңғалдықтың бір әдемі көріністері, солардың барлығы шебер суреттеледі. Жазушы кейде сенің бір санаңа сыймайтын оқиғаларды өрбітіп отырған кезде еріксіз таңырқап, таңғалып отырасың. Және ең кереметі, бұл кітапты қазақшаға аударған біздің Лира Қоныс деген жазушымыз өте керемет аударған. Тіпті кітапты оқып отырған кезде маған андай ой келді, бұл кітап өзі түпнұсқада қазақша жазылған ба деген секілді бір сондай бір сүйсініп отырып оқыдым деуге болады. Егер алдағы демалыстарда, немесе жалпы қандай кітап оқуыңыз білмей жүрсеңіз, осы кітапты оқуға кеңес берер едім. Негізінен бұл кітапты қайдан алуға болады десеңіздер, бұл Фолиант баспасынан шыққан кітап. Сол жерден ала аласыздар. Мен төмендегі описанияға кітап туралы қайдан алуға болатыны туралы қалдырамын жазба. Сол жерден көріп, сол жақтан тапсырыс берулеріңізге болады. Ал бұл кітапты кімдер оқуы тиіс десек, жалпы көркем әдебиетті жақсы көретін, көркем әдебиетке қызығатын, одан бөлек жаңада айтып кеттім, психиатриялық аурухана туралы білгілеріңіз келетін болса, жалпы сол жақтағы өмір туралы қызығушылықтарыңыз болса, сондай қызығушылықтағы адамдарға да оқуға кеңес берер едім. Негізінен жалпы оқырманға арналған, бір демалып қалғыңыз келсе, осы кітапты оқып шығыңызшы. Ұнайтынына сенімдімін. Негізінен осы, сіздерге мақсатым осы Кен Кезидің кітабын таныстыру болатын. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егер сіздер осы кітапты оқыған болсаңыздар, міндетті түрде осы видеоның астына пікір жазыңыздар, немесе осы тақырыпта басқа кітапты оқыған болсаңыздар, ол туралы да айтып кетіңіздер. Сау болыңыздар.